Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 117-ші сабақта қарастырамыз. Кері есеп құрастыруды және шығаруды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Диаграммадан қандай ақпаратты білдің? Диаграмма бойынша сұрақтар әзірле және оны сыныптастарыңа қой дейді. Бір адам жылына 445 килограмм қоқыс тастайды екен. Көк түспен қатырғыға және қағаз қоқыстары 35% екен. Ал тамақ қалдықтары 45%, пластик 3%, шыны әйнек қалдықтары 8%, металл 4%, ал басқалары 9%. Яғни бір адам жылына 445 килограмм қоқыс тастайды екен. Енді осы диаграмма бойынша сұрақтар әзірлеп, сол сұрақтарды сыныптастарымызға, достарымызға қояйық. Яғни бірінші сұрағымыз, қоқыстардың ең көп пайызы не құрайды дейді. Әрине, қоқыстардың ең көп пайызын тамақ қалдықтары құрап тұр. Өйткені ол 41% құрап тұр. Екінші сұрақ, шыны қалдықтары неше пайызды құрайды дейді. Шыны қалдықтары қызғылт сары түспен берілген, ол 8% құрайды екен. Үшінші сұрағымыз, бір адам жылына қанша килограмм қоқыс тастайды? Бір адам жылына 445 килограмм қоқыс тастайды екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Есептердің шарты мен шешуін салыстыр. Еріктілер тобында 450 адам бар. Олардың 5-3-і оқушылар. Топта қанша оқушы бар дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын құрып аламыз. Барлық адам 450 екен. Ал оқушылар олардың 5-ке бөлгендегі 3 бөлігі екен. Топта қанша оқушы бар дейді, яғни қанша оқушы бар екенін табамыз. Ол үшін 450-ді 5-ке бөліп 1 бөлігін тауып аламыз. Яғни 1 бөлігі 90 екен. Енді 3 бөлікті табу үшін 90-ды 3-ке көбейтеміз, 270. Яғни топта 270 оқушы бар екен. Енді осы екінші есептің әсіне назар аударайық. Еріктілер тобында 270 оқушы бар. Бұл топтың барлық мүшелерінің 5-3 бөлігін құрайды. Топта барлығы қанша адам бар дейді. Есептің қысқаша шартын құрып алайық. Еріктілер тобында 270 оқушы бар екен. Бұл топтың барлық мүшелерінің 5-3 бөлігі екен. Топта барлық қанша адам бар екенін табамыз. Енді бұл есептердің шартын салыстырайық. Бұл есеп А нұсқасындағы есепке кері есеп. А нұсқасында бүтіннің бөлігін табуға берілген есеп болса, бұл Ә нұсқасында бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есеп екен. Яғни бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есепті орындайтын кезде осы бөлікті бөлшектің алымына бөліп, бөліміне көбейтуіміз керек. Яғни 270-ті 3-ке бөліп, 1 бөлігінде қанша адам барын тауып аламыз. Яғни 1 бөлігінде 90 адам бар. Енді барлығын табу үшін 90-ды 5-ке көбейтеміз, 450. Яғни топта барлығы 450 адам бар екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есепте дейді. Амалдардың орындалу ретін анықтап алып, өрнектердің мәнін табамыз. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Қоқыс жинауға арналған қалталарды сатып алуға еріктілер 10 000 теңге бөлді. Бұл ақшаның 4-3 бөлігі жұмсалды. Қанша ақша жұмсалды дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын құрып алайық. Қоқыс жинауға арналған қалталар сатып алу үшін 10 000 теңге бөлінген екен. Оның 4-3 бөлігі жұмсалған. Қанша ақша жұмсалғанын табамыз. Ол үшін 10 000-ды 4-ке бөліп, 1 бөлігін тауып аламыз. Яғни 1 бөлігі 2500 екен. Енді 2500-ді 3-ке көбейтіп, жұмсалған 3 бөлікті табамыз. Сонда 7500 теңге. Яғни 7500 теңге жұмсалған екен. Енді осы төртінші есептің әсіне есеп құрастырайық.
Қоқыс жинауға арналған қалталарды сатып алуға 7500 теңге жұмсалды. Бұл барлық бөлінген ақшаның 4-тен 3 бөлігін құрайды. Барлығы неше ақша бөлінген? Алдымен есептің қысқаша шартын құрып аламыз. Барлық жұмсалған ақша 7500 теңге екен. Бұл барлық ақшаның 4-тен 3 бөлігін құрайды. Барлық ақша қанша екенін табамыз. Бұл кері есеп бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есеп екен. Ол үшін 7500-ді 3-ке бөліп, бір бөлігін тауып аламыз. Бір бөлігі 2500 екен. Енді барлығын табу үшін 2500-ді 4-ке көбейтеміз, сонда 10 000. Барлығы 10 000 теңге бөлінген екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Сан сәулесінсіз. Бөлшектерді сан сәулесінде белгіле, теңсіздіктер жаз дейді. Бірінші А нұсқадағы сандық сәулеге назар аударайық. Бірлік кесінді ретінде 5 кесінді алынады. Яғни 0 мен 1-дің арасы 5 бөлікке бөлінеді. Бірінші бірлік кесінді 5-тен 1, 5-тен 3 және 5-тен 4-ті жазамыз. Енді Ә нұсқасына қарайық. Ә нұсқасында 0 мен 1-дің арасында бірлік кесінді ретінде 7 кесінді алынады. Үшінші бөлік 7-ден 3, 5-шіге 7-ден 5, 6-шы 7-ден 6 деп бөледі екенбіз. Енді осы бөлшектермен теңсіздіктер жазайық. 5-тен 1 бөлшегі кіші, 5-тен 3 бөлшегінен. Себебі бөлімдері бірдей, қайсының алымы үлкен болса, сол үлкен болады. 5-тен 3 кіші, 5-тен 4-тен. 5-тен 4 артық, 5-тен 1-ден. Енді Ә нұсқасына қарайық. 7-ден 3 кіші, 7-ден 5-тен. 7-ден 5 кіші, 7-ден 6-дан. 7-ден 6 үлкен, 7-ден 3-тен. Яғни бөлімдері бірдей, қайсының алымдары үлкен болса, сол үлкен болады. Енді 1 бүтін мен 7-ден 5-ті салыстырайық. 1 бүтін артық немесе үлкен 7-ден 5-тен. Себебі 1 бүтін 7-ден 7 бөлшегіне тең. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. 2 айлақтан бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа 2 кеме жүзіп шықты. Біреуінің жылдамдығы 43 миль сағат, екіншісінікі 36 миль сағат. 2 айлақтың арақашықтығы 440 миль. 4 сағаттан кейін кемелердің арақашықтығы қандай болады дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын құрып аламыз. Бірінші кеменің жылдамдығы 43 миль сағат. Екінші кеменің жылдамдығы белгілі 36 миль сағат. Уақыт белгілі 4 сағат. 2 айлақтың арақашықтығы 440 миль екен. Ал 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады дейді. Яғни жалпы жүріп өткен арақашықтығын табамыз. Ол үшін алдымен қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін 2 кеменің жылдамдықтарын қосамыз. Яғни V1-ге V2-ні қосамыз. 43 миль сағатқа 36 миль сағатты қосамыз. Сонда қашықтау жылдамдығы 79 миль сағатқа тең. Енді 2 айлақтан шыққаннан кейінгі жүріп өткен жолдарын табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Яғни 79 миль сағатты 4 сағатқа көбейтеміз, сонда 316 миль болады. Енді жалпы жүріп өткен арақашықтықтарын табу үшін 2 айлақтың арасына 2 айлақтан шыққаннан кейінгі арақашықтықта жүріп өткен жолды қосамыз. 440 мильға 316 мильді қосамыз, сонда 756 миль болады. Яғни 4 сағаттан кейін кемелердің арақашықтығы 756 миль болады екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Қоқысты өңдейтін престің массасы 100-ден 62 тоннаға. Ал оның қорабының массасы 100-ден 2 тоннаға тең. Престің қораппен бірге алғандағы массасы қаншаға тең дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын құрып алайық. Престің массасы 100-ден 62 тонна екен.
ал қорабының массасы 100-ден 62 тоннаға тең екен. Престің қораппен бірге алғандағы массасы қаншаға тең екенін табамыз. Ол үшін 100-ден 62-ге 100-ден 2-ні қосамыз. Бөлімдері бірдей өзі жазылады. 62-ге 2-ні қоссақ 64 болады. Яғни 100-ден 64 тонна екен престің қораппен бірге алғандағы массасы. Енді 1 тоннада 1000 килограмм бар. 1000 килограммның 100-ден 64 бөлігін табу үшін 1000-ды 100-ге бөлеміз, 10 болады. 10-ды 64-ге бөлсек 640. Яғни престің қораппен алғандағы массасы 640 килограмм екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Болаттың жинақ сандықшасында 6000 теңге бар. Ол бұл ақшаға сағат сатып алуды жоспарлады. Дүкенде сағаттың кейбір үлгілеріне жеңілдіктер жарияланған. Болат қай сағатты сатып ала алады? Ол қанша ақша үнемдейді? Оның қанша ақшасы қалады? Ол үшін алдымен сағаттардың арзандаған бағасын тауып аламыз. Бірінші сағат 6000 теңге екен. Ол 10%-ға арзандаған екен. Яғни 6000-ның 10%-ын тауып аламыз. Ол үшін 6000-ды 100-ге бөліп 10-ға көбейтеміз, сонда 600 теңге. Яғни 6000-ның 10%-ы 600 теңге екен. Енді 6000-нан 600-ді алсақ 5400 теңге. Бірінші сағаттың арзандаған бағасы 5400 теңге екен. Енді екінші сағатқа қарайық. Екінші сағаттың бағасы 9000 теңге екен. Ол 30%-ға арзандапты. Яғни 9000-ның 30%-ын табамыз. Ол үшін 9000-ды 100-ге бөліп 30-ға көбейтеміз, сонда 2700. 30%-ы 2700-ге тең екен. Енді 9000-нан 2700-ді алсақ 6300 теңге. Яғни екінші сағаттың бағасы 6300 теңге екен. Енді үшінші сағатқа қарайық. Үшінші сағаттың бағасы 20000 теңге екен. Бұл үшінші сағат 50%-ға жеңілдік екен. Енді 20000-ның 50%-ын тауып аламыз. Ол үшін 20000-ды 100-ге бөліп 5-ге көбейтеміз. Сонда 10000 болады. Яғни 20000-ның 50%-ы 10000-ға тең екен. Енді 20000-нан 10000-ды алсақ 10000 теңге. Яғни үшінші сағаттың арзандаған бағасы 10000 теңге екен. Ал Болатта 6000 теңге бар. Яғни Болат бірінші сағатта ала алады екен. Ол 600 теңге үнемдейді екен. Болатта 600 теңгесі қалады екен. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Қалада 2 тонна 700 килограмм темір сынықтары жиналды. Оның 9-дан 5 бөлігін студенттер, ал 9-дан 1 бөлігін оқушылар жинады. Студенттердің жинаған темір сынақтарының массасы оқушылар жинағаннан нешеге артық? Есепті әртүрлі тәсілмен шығарып көр дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын құрып аламыз. Барлық жинаған темір сынықтары 2 тонна 700 килограмм екен. Оны килограммға айландырып аламыз. 2700 килограмм. Студенттер жинаған темір сынықтары осы барлық темір сынықтардың 9-дан 5 бөлігін құрайды екен. Ал оқушылар жинаған темір сынықтары осы барлық жинаған темір сынықтарының 9-дан 1 бөлігін құрайды. Студенттер жинаған темір сынықтарының массасы оқушылар жинаған темір сынықтарының массасынан нешеге артық екенін тап дейді. Ол үшін 2700-ді 9-ға бөліп 5-ге көбейтіп, студенттер жинаған темір сынықтарының массасын тауып аламыз. Сонда 1500 килограмм, яғни студенттер 1500 килограмм темір сынықтарын жинаған екен. Енді оқушылардікін табу үшін 2700-ді 9-ға бөліп 1-ге көбейтеміз, 300 килограмм. Бұл оқушылардың жинаған темір сынықтарының массасы. Енді 1500-ден 300-ді азайтамыз, 1200, яғни студенттер 1200 килограмм темір сынықтарын артық жинаған екен. Енді осы есептің шығарылуының екінші тәсілін көрсетейік. Ол үшін студенттер жинаған 9-дан 5 бөліктен 9-дан 1 бөлікті
азайтамыз. Сонда 9-дан 4 бөлшек шығады. 2700-ді 9-ға бөліп 4-ке көбейтсек, 1200 килограмм. Студенттер 1200 килограмм артық жинаған екен. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Ойлан және жауап бер дейді. Кітап пен бетбелгі бірге 1000 теңге тұрады. Кітап бетбелгіге қарағанда 700 теңгеге қымбат. Кітап пен бетбелгінің әр қайсысы неше теңге тұрады дейді. Ол үшін 1000-нан 700-ді азайтамыз. 300 теңге болады. Кітап бетбелгіге қарағанда 700 теңге қымбат дейді ғой. Енді 300-ді 2-ке бөлеміз. 2 зат қой. Бетбелгі және кітап. Сонда 150 теңге. Бетбелгі 150 теңге тұрады екен. Енді 150-ге 700-ді қоссақ, 850 теңге. Яғни кітап 850 теңге тұрады екен. Бетбелгі 150 теңге, кітап 850 теңге тұрады. Енді тексеріп көрейік. 850-ге 150-ді қоссақ, 1000 теңге екен. Екеуін бірге алғандағы 1000 теңге шықты. Келесі 11-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. 600 теңгеге сауда жасалды. Бұл бастапқы ақша сомасының 3-тен 2 бөлігін құрайды. Бастапқы соманы тап дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып алайық. 600 теңгеге сауда жасалған екен. Бұл бастапқы ақшаның 3-тен 2 бөлігін құрайды екен. Бастапқы ақшаны тап дейді. Ол үшін, бастапқы ақшаны табу үшін 600-ді 2-ке бөліп 3-ке көбейтеміз. 600-ді 2-ке бөлсек 300 болады, 300-ді 3-ке көбейтсек 900 болады. Яғни бастапқы ақша 900 теңге екен. Енді осы 11-ші есептің әсіне назар аударайық. Кері есеп құрастыр және оны шығар дейді. Барлығы 900 теңге бар. Оның 3-тен 2 бөлігіне сауда жасалды. Қанша теңгеге сауда жасалды? Яғни есептің қысқаша шартын құрып аламыз. Бастапқы ақшамыз 900 теңге екен. Оның 3-тен 2 бөлігіне сауда жасалды. Қанша теңгеге сауда жасалғанын табамыз. Ол үшін 900-ді 3-ке бөліп 2-ке көбейтеміз. 900-ді 3-ке бөлсек 300 болады, 12-ке көбейтсек 600 болады. Яғни 600 теңгеге сауда жасалған екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері сіздерге көрініп тұратын болады.